Шұғыл хабарлама. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Елімізде вакцина салдырмаған балалар қызылша жұқтырып жатыр. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі, бас санитар, дәрігер Айжан Еспағамбетова айтты деп хабарлады Халық үні тілшісі. Оның айтуынша, биыл Қазақстанда қызылшамен сырқаттанушылық көрсеткіші өскен. Бүгінде қызылшаның 3037 дерегі тіркелген. Қазақстанның барлық аймағында тіркеліп жатыр. Ауру Алматы қаласы, Жамбыл облысы, Алматы облысы, Атырау облысы, Астана, Шымкент қалаларында көп тіркелуде, деді Айжан Еспағамбетова ОКК-да өткен баспасөз мәслихатында. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.